Ең бірінші сүтті пісіріп алып, салқындатып айран үйтіп аламыз, мына сияқты. Осы сабаға құйып, үркітті пісіп, осы үркітті майын алып аламыз да құрт қып қайнатамыз. Құртты қайнатып, оны сөзіп, бір-екі күн сөзіліп болғаннан кейін жаңағы жіппенен бөліп, анандай жарма құрттар жасап, далаға чийдің үстіне жайып, солай кептіріп аламыз. Мына көтерікші ағаш дейді, мына ағашын. Көтерік тұрған ағашты. Мынаны қағатын қылыш деп атайды. Қағып жатқан ағаш. Терікші ағаш. Ортасындағы ойы 35 жіптікі. Шетіндегі ақ пен қара тұрған ойы 7 жіптің ойы ол.